Сәлем, Америка. Эфирдеміз бе? Иә, мырза. Жұлдыздың көлемі Нью-Йорк қаласының көлеміндей. 8 айдан бері ақш пен Ресей бірлесіп, әлемдегі ең үлкен ғажайып ғарыш кемесін құрастырып жатыр. Экипажға құйрықты жұлдызды тоқтату жүктеліп отыр. Мен бір жыл бұрын америкалық астрономдар Маркус Вульф және Лео Бидерман түнгі аспаннан ерекше құбылысты көрді. Үміттене отырып, құйрықты жұлдыз жермен соқтығысқан жағдайдың өзінде жаңа өмірді қалыптастырушы адамдар қауымын аман алып қалу мәселесінде қарастыруымыз керек. Туридің сирек кездесетін таулы аймағында алып үңгірлер жүйесі дайындалып жатыр. Аяқталуына аз қалды. Онда миллион адамға орын бар. Олар ауа тазарып, шаң басылғанша жердің астында 2 жыл өмір сүреді. Қайта бастау үшін жануарлар мен өсімдіктердің тұқымдары сақталатын болды. Метімізді сақтап қалуда ойластырылған. Мұндай баспаналар әлемнің түкпір-түкпірінде дайындалып жатыр. Мен өз басым Құдайға сенемін. Бәріміздің аман қалуымыз үшін дұға жасаймын. Жаратушы барлық тілек дұғаларды қабыл етеді. О, Құдайым, бізді қайғы қасіретіңнен, апат азабыңнан сақтай көр. Сақтай көр.